Сәлеметсіздер ме? Ақпараттық технологиялар колледжінің информатика пәнінің оқытушысы Курмангазина Әсем Жұмашевна. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы графикалық редактордың түрлері. Компьютерлік графика әртүрлі кескіндерді, яғни суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы. Жалпы компьютерлік графика үш топқа бөлінеді: растрлық, фракталды және векторлық графика болып. Растрлық графика дегеніміз түрлі түсті нүктелердің, яғни пиксельдердің жиынтығы болып табылады. Олардың саны бейненің өлшемі мен шешімі арқылы анықталады. Растрлық кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болады, және әр пиксельге компьютердің жадында бір ұяшық қажет. Растрлық графиканың редактор ретінде Adobe Photoshop'та қарастыруға болады. Растрлық кескіндердің артықшылығы ондағы әрбір кескінді түзетуге, әдемілей түсуге, яғни оның кез келген бөлігін өзгертуге болады. Ал кемшілігі кескінді өзгерткен кезде, яғни масштабын үлкейткенде немесе кішірейткенде, біз оның сапасын жоғалтамыз. Тағы бір айтатын айтарлықтай кемшілік оның өлшемдері өте үлкен. Бірақ бұл кемшіліктерге қарамастан, қазіргі техникада растр жоғары сапалы кескін алуға мүмкіндік береді. Сондықтан растрлық кескіндер көркем графикада кеңінен қолданылады. Векторлық графика дегеніміз бұл сызық, доға, шеңбер және тікбұрыш сияқты геометриялық объектілер жиынтығынан тұрады. Бұл жерде вектор дегеніміз осы объектілерді сипаттайтын мәліметтер жиынтығы. Векторлық графиканың басты артықшылығы оған кескін сапасын жоғалтпай өзгеріс енгізуге болады. Яғни оны оңай кішірейтуге немесе үлкейтуге болады. Векторлық кескіндер CorelDRAW редакторында арқылы жасауға болады. Фракталды графика жасау әдісі сурет салуға немесе безендіруге емес, программалауға негізделген. Егер растрлық графикада біз пиксельдермен, ал векторлық графикада сызықтық базалық элементтермен табылсақ, фракталды графикада математикалық формулалардың өзі базалық элемент болып табылады. Бұл компьютердің жадында ешқандай объект сақталмайды, кескін тек қана теңдік бойынша алынатын деген сөз. Жалпы біз сіздермен жаңа векторлық графиканың үш түрін қарастырдық. Мына жерде бізде енді кішігірім кесте осы векторлық графикаларды салыстыратын.